Привет. Кітап оқып жатсың ба сен? Барлықтарыңызға сәлем, қалайсыздар? Күн суытып, кішкене күз екені білініп келе жатыр ма? Қалай? Бүгін жұма, 12-ші қыркүйек. Қызым қасымда кітабын оқып отырған кезде, мен шашымды жасап алғым келіп жатыр. Шашымды жасап отырып, бір жағынан сіздермен әңгіме айтайын дедім. Жаздың соңғы айында, тамыз айында жолдасымда еңбек демалысы болып, күшті демалған болатынбыз. Ташкентке бардық, біраз тойларды атқардық. Өздеріңіз де байқаған боларсыздар, біраз видео ютубқа салған болатынмын. Енді жаңа маусым, күзге дайындықты бастау керек. Күн суытып жатыр. Жазғы киімдерімізді жинап, күздік киімдерімізді шығару керек болып жатыр. Бүгінгі влогта сол күзге дайындықты бірге жасайық. Бүгін жоспар бойынша мен жұма күні болғандықтан бауырсақ пісіргім келіп тұр. Сосын кешке әжемен қайынсіңілім қаладан келетіндіктен бәліштер пісіргім келіп тұр. Кеше күшті инстаграмнан бір күздік атмосфераны сезіндіретін бәліштің рецептін көрген болатынмын. Бүгін соны пісіріп көргім келіп тұр. Сіздерде жаз қалай өтті? Жаңа маусымға дайынсыздар ма? Біз сол үйдеміз. Үйдің тіршілігін қоса алып, жұмыс жасай береміз де. Менімен бірге болыңыздар. Бүгінгі влог қызық болады деп ойлаймын. Үйдің атмосферасын сезіндіруге тырысамын. Қайда барасың, қызым? Менің көмекшім өсіп қалыпты. Бірге шелпек жасайым дейді. Қазір көтеп тұр, мынаны дұрыстап алайық. Мынаны дұрыстап алайық. Бас. Енді тұр. Тұр, мынаны не істейміз? Оқтаумен жасаймыз, кел. Оқтаумен шелпек иілеп жатыр. I love you. Aynaz. Neşelisin? Kaç koşun neşelisin? Телефонды штативке қояйын десем, мынау бір таққандай қыз менің штативтерімді орнына қоймай жүр. Бір орынға қойсам, сонда көтеріп алып кете береді. Мына штативті де сол, мына штативті де сол, көріп тұрғандарыңыздай осылай құлатып тастап тұр. Сол үшін мені айнаға сөйлеп тұрмын, айнаға қарап сөйлеп тұрмын. Шашымды жасап болдым. Енді осы шкафтың ішін тазалап алсам ба деймін. Шкафтың ішін, бөлмені күзге дайындағым келіп тұр, бір тазартып. Мына қызымның істеген өнерін де тазалап алғым келіп тұр. Қолының өздері тұр ғой. Жуып қоясың, кері бүлдіріп тастайды, содан кейін жуғың келмей де қалады ғой. Енді бүгін тазалап алғым келіп тұр. Шкафтың қазіргі жағдайы осындай болып тұр. Енді қазір осының ішінен жазғы киімдерді шығарып, күзгі киімдерді салатын боламын. Ал мына жерде қазір Айназдың киімдерін тазалаймын. Да, қызым? Ондан шығарайық.
Kiyimleri тазалайық. Мына киімдердің бәрін жина. Ей, басыма тағып қойған мына заколканы да тартылып тұр ғой. Бұл тентек қыз бар ғой, я? Ай, болды. Тентек қызым-ай. Тентексің сен, білесің бе? Түсіп қалыпты ғой шашыңнан. Мынау Айназдың шкафының до түрі. Қазір осының ішіндегі жазғы киімдерді шығарып, осындай жаңадан алған күзгі киімдерін салып жинап қоямын. Не әдемі киімін киіп алып, Айназ сіздерге мода көрсетіп жатыр. Исәнім. Ай-ай екен. Күшті ме? Аяйын киіп алдың ба? Қайсы? Ана Айнаны өзі білдірді. Қазір барлығын бөлмені бірге жинаймыз. Сәнім қуанып отыр, жаңа киім киіп қуанып отыр. Міне екінші образымызды киіп алып, қызымыз қуанып тұр. Қане көрсетші маған. Қандай киім киіп алдың? Ай-ай екен. Аюың ба? Тфу, көз тимесін, тіл аузым тасқа деп түкіріп қойыңыздар. Міне осылай шкафтың ішін әдемілеп жинап, күзді киімдерімізді шығарып қойдым. Айназ қызымның да шкафын осылай әдемілеп жинап қойдым. Жазғы киімдерін шығарып, күзгі киімдерін салып қойдым. Кто молодец? Я молодец деп өзімді мақтап қояйын. Жаңа бауырсақтан қалған қамырменен қазір тауық, жуа, картоп, қызанақ қосылған пирог дайындайын деп жатырмын. Барлық адамға күз десе алма мен корица есіне түсетін шығар, иә? Сол себепті осы пирог күзгі атмосфераны сезіндіреді деген ойдамын. Ол үшін маған алма, финики және орехи керек, иә? Оған қоса кофе, корица салып, күзгі вайбты сезінетін әдемі пирог жасағым келіпті. Бұл рецепті мен инстаграмнан көрген болатынмын. Бүгін соны қайталағым келіп тұр. Менімен бірге сіздер де пісіріп көріңіздер. Міне шоколадты алма қосылған, корица қосылған күзгі пирогымның қамыры дайын болды. Қазір осыны 180 градусқа пешке қоямын. Піскен соң барлығымыз жиналып, әдемі шай ішейін деп отырмыз. Күн салқын кезде ыссы шаймен тәтті бәліш күшті кетеді ғой, иә? Міне тәтті бәлішім де дайын болды, күшті болып көтерілген. Тауық пирогында да дәмін көрдік, дәмі күшті болып шыққан. Я склоняю голову и молю о прощении. Президент Чон Тухва.
Sanki.